Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қамыры 15 минутта дайын болатын, ашытқысыз пісетін шелпектің рецептін ұсынамын. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге ашыған айран керек болады. Ас содасы, тұз және жұмыртқаны салып араластырамыз. 2 ас қасық қант қосып, сұйық май қосып, араластырып, кейін електен өткен ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Ұнды сеуіп отырып, қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып, қамырымыздың ортасын тілеміз. Қызып тұрған майымызға салып, 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Шелпегіміз дайын, ашытқысыз және тез арада дайын болады. Дәмі өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.